Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен кезектен тыс тағы да бір видеомды түсіруіме тура келіп тұр. Оның басты себебі мынау Ташкент құрмасының дәндерін тамырлауға орап қойған болатынмын. Солар бүгін әбден тамырлап, мінекей мынадай жағдайға келіп тұр екен. Мінекей қарасаңыздар, әрқайсының тамыры 5-6 сантиметрге дейін жеткен. Мінекей арасында тамырларының кеуіп та қалған кездері болды. Сол кезде қарайып қоңыр болып, қара болып кеткен. Одан кейін тағы да тірі жан тіршілігін істейді деп жаны бар болып өсіп келе жатқан дән болғандықтан тағы да ары қарай ұзарып, түбінен жап-жасыл тамырларын шығарып жатыр. Міне сондықтан мен бұларды қиянат жасамай, оларды кәдімгідей топыраққа егуіме тура келді. Ал енді іске кірісейік. Бұны былай біз қойып қояйық, мына тамырларды, дәндерді тамырлаған. Енді сіздер білесіздер, біздің үйде осы Ташкент құрмасы мінекей жаздан бері өсіп тұрған мынандай 2 құрма бар. Бірі мынау, екіншісі мынау. Бұлар да осындай, дәл осындай құрма дәндерін жаңағы не қылып тамырлатып, осындай алдымен осындай мынадай жалпы барлығын бірге ектім. Кейіннен жаңағы өсетіні өсіп жоғары тамырлап бой көтерді. Өспейтіндері жаңағы 5-6-ауы ары қарай өспей өліп қалған болатын. Енді бүгінде мен тамырлап тұрған барлығын отырғызуыма тура келіп тұр. Мынадай топырақты дайындап қойдым, мінекей босаған ыдысқа. Түбіне аздап мынау керамзиттен салдым мына тұрған. Және бетіне кәдімгі үй бөлмесіндегі гүлдерді отырғызуға арналған осындай топырақты салдым. Олар топырақ дымқыл, түнде суарып қойғанмын. Енді ары қарай іске кірісейік. Бұл жаңағы нелерді қазір бұл дәндерді егу үшін енді біз мынадай шұңқырлар дайындап аламыз. Алдымен былай шұңқырларды дайындаймыз. Және енді ақырын осы шұңқырларға мына дәндерді былай саламыз. Дәндерді тамырын ғана жауып, былайша жауып шұңқырларға, ал енді несін ашып қоюға да болады. Дәндерін жартылай, не болмаса толығымен ашып қоюға болады. Өйткені бұл тамырлары, дәні кейінде жапырақ болып жоғары көтеріліп келе жатқан ішінде өскін бар дәннің ішінде. Сондықтан біз оны тұмшалап жаппаймыз. Жартылай ашуға да болады, толығымен ашуға да болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей. Тағы да 1-2 шұңқыр дайындайық. 1, 2 және 3 шұңқыр дайындайық. Мінекей, осылайша Ташкент құрмасын горшокқа отырғызуға дейін осылай бір көтертіп алуға болады. Көтерілгеннен кейін жаңағы айтқанымыздай мына өсіп тұрған 2 өсімдік секілді бұларды да жеке ыдысқа ары қарай отырғызамыз. Жеке ыдысқа отырғызған кезде, қарасаңыздар, дәндерді осылай тамырын жауып отырғызуға болады. Енді бұны отырғызған кезде, жаңа ыдысқа отырғызған кезде тамырына өте сақ болу керек, тамырына зақым келтірмеу керек. Абайлап, жеке бой көтеріп өсіп келе жатқандарын ары қарай алып жеке горшокқа отырғызуға болады. Мына өздеріңіз көріп отырған гүл секілді. Енді бұл жаңағы гүлдерді, жаңағы мен айттым ғой, мынау суға тамырының жетіліп өсуге арналған арнайы қоспа қосылды мына суға. Оны стимулятор корней деп атайды, мінекей. Бұл гүлдер сататын магазиндерде және сонымен бірге әртүрлі шаруашылық өнімдер сататын жерлерде болады. Қазір енді осы стимулятор құйылған суды
жаңағы аздап үстіне сепсек болады. Қатты көп жаңағы асыра құюға болмайды. Аздап 4-5 қасық құйып қоямыз. Содан кейін бұны жарық және жылы жерге қойып қоямыз. Сосын ары қарай бұның нәтижесін мен сіздерге тағы да көрсететін боламын. Бұларға да жаңағындай әдемі өсуді тілейміз. Бұлар да бір горшокқа жететін да күнді көзімізбен көруге бізге бұйыртуын қалаймыз. Ал енді осы кезекті менің видеом сіздерге не беріп жатса, жаңағындай кеңес беріп, кеңес алып, өздеріңізге бір жақсы пайдалы нәрсе алған болатын болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, осындай қызықты сәттеріммен бөлісіп отыруларыңызды өтінемін. Қош сау болыңыздар. Көңіл қойып қарағандарыңызға рахмет.